мына жерден ше жан несін қалай өшіреді? Болды, включить комментарий деген болады екен осы. Көрінеді екен. Кеш жарық, қазір біршама адамдар кірсін, сосын бастаймыз эфирді. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Құрметті қыздар қауымы, қыз-келіншектер қауымы, сіздерді ертеңгі алдымызда келе жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Вот біз әйелдер осылай күліп жарқырап, жолдасымыздың қасында поддержкасы болып, табыс тауып, солай жүрсек, жолдастарымыз да қуанады. Сіздерге әрқашан солай жарқырап, күлімдеп, өздеріңіздің салаларыңызда табыс тауып жүруді, үйде отырсаңыздар да сол жаңағыдай үйдегі жағдаймен табыс табуға үлкен мүмкіндік бар да. Қазіргі заманда мына Инстаграм әлеуметтік желісі бізге сондай мүмкіндікті беріп тастады. Соны пайдаланып, керемет табысқа жетіп, осылай жарқырап, жадырап жүре берейік. Өзіміздің қалаған армандарымызға жетейік. Рахмет көп-көп. Сәлеметсіздер ме? Олай болса, біз өзіміздің эфирімізді бастай берейік. Қосылатын жандар қосылып жатады. Нұрекем күттейді кішкене. Кімде, сіздерде қандай салаларыңызды айтып отырыңыздар, қандай қаладансыздар, қазір Инстаграмда қай сала бойынша табыс тауып жатсыздар, өздеріңіздің салаларыңызды, бағыттарыңызды айтсаңыздар, мен соған разбор жасап отырайын, кішкене адамдар қосылғанша. Жауһар, сәлем, қалайсың, қалай жағдайың? Сайт жасай алам, өте тамаша. Қазір сайт жасайтын мамандарға сұраныс деген өте жоғары деңгейде артты. Тем более 2021 жыл бізде инфобизнестің жылы да. Инфобизнес саласы осы инфобизнестегі курс жасайтындар, өздерінің жаңағы өнімдерін ұсынатындардың барлығына сайт керек. Сайт маманы болсаңыз, дұрыстап сіз жібере алсаңыз, жаңағыдай өзіңіздің жарнамаңызды әлеуметтік желіге дұрыстап шығара алсаңыз, сізде енді клиент деген жетеді. Жай ғана лендинг, бізде жаңа тап линк дейміз ғой, сондай сайттардың өзін жасап берсеңіз, өнімнің толықтай құрылымы жазылып тұрған, бағдарламасы, соның өзі жеткілікті. Жақсы, детская одежда және кондитерлік өте керемет. Екеуі де аналар, үйде отырған аналарға детская одежда енді кішкене барып келіп жүргенге баламен ыңғайлы десе жасауға болады әрине. Бірақ если үйде отырамын, жаңағыдай лучше маған кондитерлік те жақсы, ұнайды, жаныма жақын десеңіз, кондитерлікті алып жасай беруге де болады. Потому что оның өзінде қазір рынокта кондитерлер жасайтындар көп, бірақ қазір бізде жаңағыдай сатып алған бір ұзақтан бері магазинде тұрған затқа қарағанда именно қолдан піскен, кеше дайын болған немесе бүгін дайын болған заттардың сұранысы жоғарыда, өтімдірек болады. SMM сторисмейкер саласын оқып жатырмын, өте тамаша. Сторисмейкердің өзі қазір тек қана сәндеумен шектелмейді, көп адамдар соны қателесіп жатады да. Стористі мен сәндей алсам, әдемі жүргізе алсам, там графикалар нелерді әдемілеп қоя алсам, сонымен сторисмейкер маманымын деп ойлайды. А на самом деле сторисмейкер маманның өзінің атқаратын істері өте көп. Жақсы, енді 10 адам болды, өте тамаша. Эфир кімге керек, сол адамдар өздері қосылып жатады. Мен ары қарай өзімнің жаңағы сабағымды бастай берейін. Қысқаша мен сіздерге Инстаграм жайлы ақпарат айтып кеткім келеді, және өзімнің бүгін
арнайы инсталогия курсым жайлы инсталогия курсының бағдарламасын сіздермен таныстырып өткім келеді. Себебі инсталогия курсының нәтижелерімен сіздер көріп жатсыздар, алғашқы потоктағылар табысын уже 3 есеге арттырып өсіріп жатыр, ал кейінгілер уже қазір нәтижелерімен, отзывтарымен, шынайы сабақ қандай деңгейде өтіп жатыр, қандай ақпараттар қамтылған, сол бойынша бөлісіп жатыр. Казнуға филология грантқа қанша балл керек? Жақсы, мен оны білмейді екенмін. Жақсы, мен комментарийді өшірейін да, сабаққа кеттік, я? Комментарий өшті. Жақсы. Негізінде мынандай дүние барда, мысалға мен өткенде сіздерге Қазақстан нарығындағы бос жатқан салаларды айтып өттім, я? Міне сол салаларды мен сіздерге талқылап бір разбор жасап өткім келеді, себебі көпшілік үйде отырған адамдар осы инстаграммен қандай табыс таба аламын деген сияқты сұраққа білмей жатады. Мысалға, қандай саланы анықтап аламын? Ең бірінші білесіздер ма, біз сала маңызды емес дегенмен, біз салаға тоқталамыз. Именно сала біз үшін өте маңызды. Сонымен қатар сол саланы таңдап алдыңыз, а ол саланы сіз масштабтауды үйрену керексіз. Одан кейін ол салада целевой аудиторияны таңдап үйрену керексіз, иә? Мысалға, мен мына жерде бір 14-ке жуық салаларды айтып кеттім, и табыстарымен де бөлісіп кеттім. Реально бұлар 2021 жылдағы тренд мамандықтар. Жаңағы үйде отырған аналарға арналған, енді анық көрініп тұр ма мынау? Анық көрінбесе де, қазіргі инфобизнес саласы бізде жақсы дамыды. Инстаграмда табыс табу мүмкін емес, Инстаграмда табыс табу менікі емес деген жандар болды, қойыңыздар. Сізде өзіңіздің қолыңызда қандай жаңағыдай ақпарат бар, не келет қолыңызда, қандай ақпаратпен халықпен бөлісе аласыз, соны курс қып шығарыңыз. Рынок бос қазір, да? Если кондитерсіз, кондитерліктен мастер-класс өткізіп жүрді осы уақытқа дейін, сіз видео уроктар жасап сатуға болады. Плюс өзіңіздің кондитерлік негізі сатуға болады. Сонымен қатар кремдердің құрылымы, мысалға, я, қазір білесіз ба? Біз общий мастер-класты сатып жүрдік та осы уақытқа дейін. Ал енді кондитерлер, хотя мен білемін. Мен үйде торт жасауды білем, бірақ мен кремін жасауды білмеймін, не, мысалға. Сондай жағдайда маған тек қана кремді әдемі жасауды үйрететін адам болса, мысалы, мен соның тек қана кремді жасауды үйренетін жаңа несін сатып алар едім, бір курсын, я, видео курсын. Сол секілді крем жасау, жақсы жаңағыдай несін жасау, я, торттың өзінің жаңағы нанын жасау, соның бәрін отдельно үйрететін болса, негізі болашақта солай бөлініп баратыр да біздегі. Каждыйын жеке-жеке курс қып жасайтын боламыз. Себебі, даже мына SMM-нің өзі біз 2018-де үйретіп жүрген кезде SMM-нен, сол кезде мен жаңа таргет, жаңағы Instagram, сторис, контент, посттар бәрін жазуды қамтып өткізетін болсам, ал қазір SMM-нің өзі сала-салаға бөлініп кетті да. И сәйкесінше таргетологты басқа біреу ұқтады, сторисмейкерді басқа біреу, там копирайтер басқа біреу, я, пост салатын, жалпы Инстаграмдағы визуалды басқа біреу үйретіп жүр да. Сонда көрдіңіз бе, бір ғана жаңағы Инстаграмның өзі салаға бөлініп кетті. А на самом деле 2018-де вроде біз оның бәрін бірге мен үйретіп жүрдім да. Ал қазір оған физически үлгермеймін, себебі ақпарат кетті. Реально ақпарат деген шарықтап жатыр да, күн сайын жаңа дүниелер шығып жатыр, күн сайын жаңа ақпараттар шығып жатыр. Ал енді мен өзімнің эфиріме жаңа қонақ шақырам деп едім. Қонақтар жаңа запрос жіберсе, мен қонақтармен, яғни біздегі инсталогия курсының бірінші потогындағы жандардың нәтижесімен осында бөліскім келеді. Потому что мен сөйлей берсем де болады, бірақ инсталогия курсымен таныстырмас бұрын, бағдарламасын көрсетпес бұрын адамдарды қонаққа шақырсам, яғни реальный нәтиже көріп атқандарды қазір маған запрос жіберсе ол кісілер, мен оларды сіздермен бірге қосатын болам, және оларға сұрақ қоямыз. Оксана апай, сіз запрос жіберсеңіз және курс жайлы өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз, я? Запрос жіберсе, я, Гүлмирам ханым бар, Гүлмирам ханымды шақырамыз қазір. Себебі алғашқылары табыстарын 3 еселеп өткізіп жатыр. Мен мына жерде комментарийді қосайын. Сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, давайте қойсаңыздар. Гүлмирам ханым қосылды. Қазір запрос жіберсе, мен сіздермен бірге ол кісіні қосамын. Сәлеметсіз, Гүлмирам ханым, қалайсыз?
Жақсы. Мгм. Өзің қалайсың? Жақсы, шүкір. Міне Гүлмирам ханым бізде инстология курсы, сол жердегі именно премиум пакетте менімен бірге консультацияда болған кісі. Гүлмирам ханым менімен бірге консультациядан өткізген болатын алғашқы несінде. Бұл кісі өзі психолог маман, өте керемет маман, эксперт сол психология саласында. Гүлмирам ханым, сіз өзіңіздің осы консультация, премиум пакетте консультация, жалпы курс жайлы қысқаша болсын, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, қандай нәтиже болды, сонымен мына оқырмандармен бөлісіп кетсеңіз өте керемет болушы еді. Так, неден бастасам екен? Бірінші айтайын, бәріне ең қызықтыратыны жаңағы доход қой, иә? Иә. Мен доходымды айтайын. Сейчас. Мен доходым қазір, мен жаңа неде көшеде жүрдім, көше сыртта. Я жүріп айта берейін, иә? Естіліп тұр ғой бәрі? Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Доходым мен 3 есе өсті десем болады почти. Өте тамаша. Иә, қазір. Почти 4 есе болды. Потом оқу жайында айтсам, мен кеше қарап шықтым ғой, бәріне жаңағындай қысқаша да откат болмайды. Кейбір оқулар болады, 1 сағат жалықтырып жібереді да, бір күн тыңдайсың, 2 күн тыңдайсың, потом уже жаңағы күшті настроение келесің да, потом жалығып кетесің ғой, тапсырмалар көп болып ше. Ондай емес, бірден ондай 10 минут та, 10-15 минут без воды дейді ғой, вот прям сондай маған қатты ұнады. Без воды жаңағы тапсырмалар. И жаңағы, бірден көрініп тұр да, что на результат курстардың. Сіздің бірінші табысыңыз қанша болған еді? Менде әр кезде әрқалай болатын 150-ге дейін потолок. 150-ге дейін болатын еді, потолок? Ал после инстология курсы консультациядан кейін қандай болды? 400-ның үстінде болды осы. 3 есеге өсті, иә? Иә. Мына жаңа дұрыс анық естілмей қалды ма деп ойлаватым да оқырмандарға. 3 есеге өсті, иә? Иә. Жақсы, рахмет сізге пікіріңіз үшін, үлкен рахмет. Жақсы сыртта жүрген екенсіз, азаламай. Иә, айтқым келіп тұр, обязательно бәрі қатысын. Ең главный инвестиция ол білімге ғой, өзіне құйған ақша. Ол обязательно кем дегенде 10 есе жол шығарып алады спокойно. Айтқым келгені. Сол, рахмет саған Нұрсұлу, вообще сенімен кездескелі. Инстаграмда басқа жаңа қырынан таныдым. Бұған дейін менде вообще былай ойлаған жоқпын да, что Инстаграм арқылы былай жаңа клиент шақыруға болады. Менде клиент рекомендация арқылы еді ғой. Бір клиент келеді, енді ол таныстарын айтады деген сияқты. Ал сен уже сториске шыға бастадым. Бірінші рет осы мен прямой эфирім бірінші, да, вот. Себепкер болдың. Рахмет. Өте тамаша, рахмет сізге Гүлмирам ханым, Алла ісіңізді алға қарай бастыра берсін, береке тілеймін. Рахмет, сау болыңыз. Міне, қазір. Все. Курсқа қатысушылар міне жазып жатыр пікірлерімен. Енді разбор жасау үйретіледі ме? Разбор жасалынған әрбір салаға бізде разбор жасалынған. Мына жерде мен сұрақты жаңа байқап қалдым да, сала нақты ниша табуға көмектесе аласыз ба? Менде презентация қалай жасаймын дейді. Қандай презентация? Міне нақты ниша таңдауға деген кезде менде 2 пакет бар да, 2 пакет, VIP пакет және премиум пакет. Именно премиум пакетте мен сізбен жеке жұмыс жасаймын. Егер сіздің салаңыз жоқ болса, біз сізбен бірге саланы анықтайтын боламыз. Енді мен сіздерге мына инстология курсының толықтай жаңағы бағдарламасымен сіздерді таныстырып кетсем, не талқыланады? Себебі барлық адамға осы инстология курсының бағдарламасы қызықты. Содан кейін мен именно 8 мартқа қарсы арнайы жеңілдік жасап жатырмын. Бағаларын сіздерге көрсететін боламын, не сосын. Жақсы, мен қазір экранды былай бұрып алайын. Былай бұрасаңыз. Мен қазір тұрып, міне сіздерге барлығын көрсететін боламын. Бәрі көрініп тұр ғой, иә? Жақсы, біздің инстология курсымызда бірінші ең алдыменен, егер сізде сала жоқ болса, біз
алдыменен саланы анықтап алатын боламыз. Менде жаңағыдай 2 пакет бар дедім ғой, иә? VIP пакет және премиум пакет. Негізі VIP пакеттің өзінде премиум пакет, иә? VIP пакеттің өзінде де сіздер салаларыңызды анықтап ала аласыздар. Жаңа себебі мен ол жерде 2021 жылдағы тренд мамандықтарды айтып кеткен, олардың табысы және ол жерде сіз қалай табыс табасыз соны айтып өткен болатынмын. Ал премиум пакетте сіздер менімен жеке жұмыс жасайсыз, мен сізге арнайы сұрақтарды қоя отырып, сізге қызықтыратын, өзіңіздің қабілеттеріңізге сәйкес салаларды ұсынатын боламын. И сол жерден сізде өзіңіз осы уақытқа дейін қандай қызығушылықтар болды, иә? Сол менде мынандай варианттар бар деген сияқты. И мен де өзім вариантымды ұсына отыру арқылы сізге саланы анықтап аламыз. Иә, бірінші очередь бізде сала анықтау кетеді, ал сала бойынша екінші бізде масштабтау. Себебі қазір көп адамдар масштабтау деген дүниені білмейді. Бір саламен қатып қалады да, өзі айына 2 миллион табыс тапқысы келеді. Ладно, қазір 500 мың теңге табыс тапқысы келеді, 300 мың, 50 мың тауып жүрсе, 300 мың теңге тапқысы келеді. Жаңағы Гүлмирам ханым да өзі осы уақытқа дейін 100-150 мың теңгенің үстінде табыс тауып жүрді ғой, иә? Ал енді біз оның саласын алдық та масштабтай алдық. Масштабтай алғанның арқасында ол кісінің табысы 3 есеге өсті. Яғни 400-430 мың теңгеге қарай өсті да. Ал қазір ол кісі обратно 100 мың теңгеге қайтпайды. Себебі ол кісі білді, қалай масштабтау керек екен. И масштабтаудың ол процесінен өте алды да. И сондықтан оған вообще қиын емес масштабтау. Енді ол кісі 430 мың тауып жүрді ғой. 430 мың тауып жүрді. Енді оның ойы одан 2 есе. Яғни миллионға дейін табуға ода өте үлкен мүмкіндік бар. Біз оны сыза алдық та. Жеке премиум пакетте болды ол кісімен де жеке жұмыс жасадық. Айтып жатыр ғой табысын оны смело ақтап алды да. Мысалға келді, премиумға төлеп келді. Табысын уже қанша есе ақтап алды, өзі де жаңа айтып кетті, табысты 10 еселеп ақтап аласыздар деп. Сосын міне точка А, точка Б. Бұл нәрсе өте маңызды. Қараңыздаршы, сіз өзіңіз қай точкада тұрсыз және қайда барасыз, деп? Осы нәрсені білмесеңіз, жасайсыз, я әрине Инстаграмды білесіз, саладан не жасау керектігін білесіз, дамытасыз, бірақ сіз қайтадан жасарсыз бір ай, 2 ай, одан кейін тоқтап қалатын боласыз. Қайтадан сол өзіңіздің А точкаңыз қайда болды, иә? Үйде отырып қалдыңыз, депрессияда отырыңыз, сол жерде қалып қоятын боласыз. Қайтадан осы жерге келе беретін боласыз. И целевой аудитория, мақсатты аудитория бұл бізде. Мақсатты аудиторияны анықтау. Яғни, обычно бізге мақсатты аудитория деген кезде айтады, сенің клиентің мынау кісі, әйел кісі мынандай деп айтады да, сонымен тоқтап қалады мақсатты аудитория. Ал именно бұл менің авторлық техникам. Сіз мына мақсатты аудиторияны анықтаған кезде біздің стористың контент планы шығады 1 айлық, иә? Стористың және посттың контент планы шығады дәл осы жерде. Именно мақсатты аудиторияны анықтаған кезде біз мына нәрсені анықтайтын боламыз. Четкий уже сіздер біреуден пост көшірмейтін боласыздар, иә? Осы уақытта біреудің постын көшіріп жүрген болсаңыздар, немесе өзгертіп жүрген болсаңыздар, сіздерге четко қандай пост жазу керек, сол шығатын болады. Стористер уже бүгін не салам, ертең не салам. Жаңа айтып отыр ғой, сториске шыға алмайтын еді Гүлмирам ханым даже. Сториске қандай нәрсе түсірерін білмейтін еді. Ал біз сториске жаңа целевой аудиторияны, мақсатты аудиторияны анықтаған екен, сторис контентті құрғаннан кейін, жаңағы пост контентті құрғаннан кейін ол кісіге қиындық туындамады. Ал енді мына целевой аудиториядан кейін біз бизнесте воронканы анықтап алу керекпіз. Воронка деген обычно былай елестетілетін шығар сіздерге, иә? Кәдімгі енді үйдегі қолданатын воронка, иә? Клиент келді да, мысалға, основной өнім мына жақта жатуы мүмкін да. Сол жерге дейін клиент қалай барады, қандай жолдар арқылы барады. Воронка әр салада әртүрлі құрылады да. Бір саланыкі біреуге келмейді. Мысалы ретінде көбісі жатады да, мен біреу 3 күндік марафон өткізіп жүрді, ал ол марафон саған келмеуі мүмкін. Ал ол нәрсені сен воронка сабағында 100% меңгеретін боласың. Воронка әркімнің саласына әртүрлі құрылады, сол дүниені білу керексіз. Без воронка вам никуда. И одан кейін бізде бюджет темасы. Бюджет ол болды, все сіздің мынау Инстаграмдағы осы қазір қолданатын салаңыз, табысталып жатқан салаңыз, ол сіздің бизнесіңіз. Все, сіз офлайнда да бір бизнес жасадыңыз, немесе офлайнда біреуге наемщик болып жұмыс жасап жүрдіңіз да, ол кезде де жауапкершілікке алып жасап жүрдіңіз ғой. Все, сіз онлайн жұмысыңызда жауапкершілікке алу керексіз. Онлайн
жұмысыңызбен де осында бюджетті дұрыс басқарып үйреніп жұмыс жасау керексіз. Бұл нәрсе өте маңызды, себебі ертең сізге айтуы мүмкін жолдасыңыз табыс тауып жатырмын дейсің, қайда табысың, ақшаның бәрі далаға кетіп жатыр деген сияқты. Немесе достарыңыз айтып, сен осы инстаграмда табыс тауып жүрмін деп айтып жүрсің, қайда бірақ нәтиже көрінбейді ғой деген сияқты, иә? Ол бәрінен бұрын өзіңіз үшін өте маңызды да бұл нәрсе. И қараңыз, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 этаптан кейін ғана барып біз инстаграмға келдік. Міне. Инстаграм. Ал сіздер ойлайсыздар, что ана 6 этапты просто так өткізеріңіздер да, келдіңіз, инстаграмнан ғана келдіңіз да, и все. Осы жерден осы білімді оқып алдыңыз, біреуден SMM-шікті оқып алдыңыз да, болды, мен мына SMM-ді біліп алдым, инстаграмды біліп алдым, бизнес жасаймын дейсіздер. Қайда барасыздар? Сол үшін ғой көп адамдардың шатасатыны. Сол үшін ғой көп адамдар қаншама мен SMM курс оқыдым, инстаграм курс оқыдым, нәтиже 0 дейді. Потому что сенде мына 6 менің ешқайсысы жоқ. 6 пункттың ешқайсысы жоқ. Сен бірден келдің да, 7-ші пункт инстаграмды бастап кеттің. Сонда сенде никак инстаграмды бастадың, иә жасаватсың, SMM-ді оқыдың да, жасадың 1 ай, 2 ай, 3 ай, ары кетсе 5 ай, иә? Одан кейін сен уже все тоқтайсың. Именно инстаграм тақырыбы қозғалған кезде мен жеке бренд, инстаграм әлеуметтік желісінде жеке брендті қалай қамтимыз, иә? Ол жерде жаңағы визуалын қалай жасаймыз инстаграмдағы мына контент, инстаграмдағы сторис, жаңа инстаграмда жаңа реклама қалай дамиды. Бұл мынау бір блок, бұл өзі модуль. Модульдің ішінде мен айтып өттім, 5-6 сабақтан қамтылған. Ал одан кейін ғана барып біз стористі қамтитын боламыз. Қазір бәрі білесіздер, стористі активно жүргізу керектігін. Именно сторис арқылы сату және стористегі жаңа сәндеу креативтер кіретін болады. Міне қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5, міне 6, почти бізде 7. Иә, негізінде мына жерде басында бізде жаңа қорқынышпен жұмыс қой. Қорқынышпен жұмыс. Потому что бәрінде енді табыс қалай табам деген қорқынышпен келеді. Себебі олар менің мына нәрсені талқылайтынымды білмейді да. Сіздер келдіңіздер, осы уақытқа дейін инстаграмға келдіңіздер де, инстаграмда бастап оқып кеттіңіздер, сәйкесінше табыс 0 болып жүрді. Ал біз сізбен база, философия мына жақта жатыр. Осы нәрседен өткен, мен өзім осы нәрседен өттім, сәйкесін мына бәрін өттім, и қазір менің табысым шүкір айына 2 миллион теңге да. Сіздер мына нәрседен өтесіз. Мен сіздердің бәріңізге ешкім талқылап жүрмеген осы нәрсенің барлығын талқылап үйрететін боламын. Одан кейін ғана бар біз инстаграм и стористі адамдардың бәрін үйретіп жүрді, мысалға. Бұл нәрсені мен соңына ғана қарай қойдым да, себебі біз үшін маңыздысы мына нәрсе. Біз үшін миллиондарды алып келетін мына жерге дейінгі нәрсе, миллиондарды алып келеді. Сондықтан, ал қазір мен модульдің ішінде не қамтылады? Мынаның бәрі жеке-жеке модуль. Бұл енді модуль бойынша ішіндегі сабақтар әрқайсында айтып жатырмын, 5-6 сабақтан бар. Яғни бір ғана инсталогия курсының өзінде 35-40-қа жуық сабақ қамтылған. 35-40 сабақ ешқандай су, без воды, без воздуха да 5 минут, 10 минуттан түсірілген, 15 минут ары кетсе. Четко 90% практикаға, 100% нәтижеге бағытталған курс. Енді қазір сіздерге отырайын да, мен сіздерге модульді толықтай таныстырып шығамын, иә? Жақсы, мен қазір қосамын. Бізде қараңыздар, мен модульдің бәрін таныстырып өтейін. Бірінші модуль мен айтып өттім, қорқынышпен жұмыс жасаймыз. Именно ұзақ мерзімді мақсат қою, арман, самооценка, оның бәрінен қазір менде чатта жұмыс жасап жатыр барлық қатысушылар. Бұдан өтті, жаңағыдай өздерінің армандарын жазған кезде көздеріне тіпті жасалды, өздерінің эмоциясымен менімен бөлісіп жатты. Мен оны өзімнің сторисіме де салып отырдым. Екінші модуль бізде жеке брендті қалыптастыру, мақсатты аудитория, жаңа целевой аудиторияны анықтау, А точкадан Б точкаға дейінгі жаңағы. Мен мына жерде точка А, точка Б деп қамтып кеттім ғой. Бұл нәрсенің өзі өте маңызды. Точка А, точка Б-ны білу. И жаңағы өнім, услуга, зат бәріне мен жеке-жеке разбор жасап кеткем. Яғни воронканы бұл жерде қалай құрамыз. Сол жайлы толық ақпаратты мен осы екінші модульде қамтып өткенмін. Яғни целевой аудитория, жаңа точка А, точка Б және разбор, жеке воронканы қалай құрасыз, сол дүниені бәрін қамтып өткенмін. Ал үшінші модуль бізде уже инстаграммен жұмыс. Инстаграмға кіріспе, вводный урок. Көбісі бұл нәрсені өтпейді уже қазіргі
Инстаграмдағы ақпараттарды айтады да, Инстаграмдағы табысты айтады, немесе басқа да қосымша ақпараттарды айтып жүр. Ал вводный урок, бастапқы қайдан басталды Инстаграм, ол нәрсені көбісі айта бермейді да. Мысалға, пост айына 2-3 рет жазылу керек дейді. Ал мен ондай дүниелермен келіспеймін, себебі әр саланың бағыты, жүретін жолы өзгеше де, әр салада әртүрлі, сондықтан бұл жерде сол дүниелер қамтылатын болады. Бәрінен бұрын премиум, яғни Инстаграмда визуалды қалай қалыптастырасыз, визуалыңыз, жаңа түстердің үйлесімділігі, сол дүниенің бәрі қамтылатын болады. Ал 4-ші модуль бізде сторис, яғни Инстаграмдағы сториске түсінік, 2021 жылда стористегі жаңағы креативтер, трендтер, жеке өзіңіздің шрифтіңіздің болуы, жеке жаңағы түстің болуы, топ-10 приложениялар, стористі қалай сәндейміз, сол туралы ақпараттар беріледі. Яғни именно 5-ші модульде енді біз стористің кезеңіне өтіп жатыр. 2021 жылдағы тренд бізде сторис болады. Яғни адамның жеке өмірі, лайфстайл қызық. Яғни ол лайфстайлдың өзін әдемі қылып беру, ол сіздердің креативтеріңізге байланысты. Енді прям күшті болсын деп айтпаймын, бірақ мен сіздерге керемет қылып сабақты беремін. Сол жерден өздеріңіздің шамалы шарқыларыңыз жеткенше қолданатын боласыздар. Именно бұл сторис, жаңа Инстаграм деген дүниені мен екі түрлі жаңағы Android-та и жаңағы iOS-та түсіндіремін, яғни iPhone мен жаңағы Samsung-та түсіндіретін боламын. Сіздерге ешқандай қиындық тумайтын болады. Жаңағы сенің iPhone екен ғой, менде жоқ деген сияқты ешқандай да ондай уайым сіздерде сұрақ болмайды. Енді 6-шы модуль бізде сториспен сату. Стористе қыздырып прогрев жасап сату, жаңағы 30 күндік контент план қалай құрылады, жаңағы сол дүниені айтып өтетін боламын. Именно сіз 30 күндік контент планды құрып алсаңыз, сізге ешқандай да ол қиындық тудырмайды. Ал енді сабақ бізде қалай өтеді? Сабақ менде арнайы платформада өтеді, онлайн форматта, 20% теория, негізі 80% практика. 80% емес, почти 100% практика десем де келеді, себебі өзіңіздің салаңызды алып, сіз талқылайтын боласыз. Ешқандай мыжбасыз 5 минут, 10 минуттың аралығында жаңағыдай чисто нәтижеге бағытталған сабақ. Енді негізінде бұл инсталогия курсында пакеттер, VIP пакет және премиум пакет деп бөлінеді. Мен оны өзімнің жеке сторисінде де сіздермен бөлісіп кеттім. Негізінде бұл баға, мына жердегі баға менде 3-ші потокта 2 есеге қымбаттайтын болады. Негізінде VIP пакеттің бағасы 40 000 теңге, премиум пакет 75 000 теңге. Бірақ 8 мартқа қарсы мен қыздарға сыйлық жасағым келеді. Құрметті мына қыз-келіншектер қауымына, яғни VIP пакеттің бағасы 24 990 теңге, ал премиум пакеттің бағасы 49 990 теңге. Міне айтып жатырмын ғой, негізінде бұл жердегі сіздер салған сумманы 10 есеге ақтап аласыздар. Жаңа айтып өтті Гүлмирам ханымның өзі да 100% нәтижеге бағытталған. Мен оны өзім де айтып жүрмін. Себебі сіздер осы уақытқа дейін қаншама курстарға қатысқан шығарсыздар, нәтиже көрдіңіз, біреуіңіз көрмедіңіз да, ал мендегі 100% нәтижеге 100% мысалға мен көрсеткен жолдың бәрін бірге бір жасаңыз, табысты 100% табасыз. Айтыңызшы, мына мен жаңа айтып өткен тақырыптарды кім сіздерге үйретті осы уақытқа дейін? Ешкім үйреткен жоқ. Бұның бәрі менің өзімнің арнайы авторлық техникалар, арнайы авторлық методикам. Сонымен мен уже жасап, алғашқылардың табысқа шығып жатыр шәкірттерім, Аллаға шүкір. Контент план жасау үшін көмек, әрине көмек беріледі. Мен 80% практикадан тұрады деп жатырмын. Жалпы контент планның не екенін түсініп беремін да, және оны қалай жасау керектігін үйретіп өтетін боламын. Менің осы енді инсталогия курсыма продажа ашылды. Сабақ бізде 15 күні басталатын болады. Қазір төлем жасап, өзіңіздің орныңызды алып қойсаңыз болады. Егер 2021 жыл сізде нәтижелі керемет аяқталсын десеңіздер, точка бұларыңыз 2 миллион теңге ма, әр ай сайын стабильно, сіздер оған жете аласыздар. Міне мен оны өзімнің практикамда жасап шыққан өзімнің авторлық курсым инсталогия. Бұл менің тұңғыш перзентім десем де болады. Керемет өзім қолданған техникаларға сай, мен бұл жерде бір техниканы жасырып қалған жоқпын. Өзім айына 2 миллион қазір табыс тауып отырмын, стабильно. И оның барлығын сіздерге үйрететін боламын. Ешқандай бүкпесіз, сықпасыз, Екі пакетте қандай айырмашылық бар? Екі пакеттің айырмашылығы, VIP пакет сіз команда, то есть топпен жұмыс жасайсыз, сізге куратор көмектеседі, сала туралы ақпарат ол жерде беріледі, бірақ салаңызды жаңағыдай мен көрсеткен салалар бойынша ғана жұмыс жасап кете аласыз. Яғни сіздің салаңыз бар болса,
пожалуйста, VIP пакетке барыңыз да жасап кете берсеңіз болады. Ал премиум пакет, ол жерде сізде ниша жоқ болса, ал ниша бойынша мен әлі ақсаңдап тұрмын десеңіз, келіңіз премиум пакетке. Себебі премиум пакетте мен сізбен жеке жұмыс жасаймын, мен сіздің салаңызға кірісетін боламын, сіздің салаңызды толықтай разбор жасайтын боламыз. Жаңағы курс барысында, курс 2 аптаға созылады. Сол 2 апта курс барысында мен сізбен 2 рет разбор жасап, каждый күн сайын жеке сізбен өзім жұмыс жасайтын боламын. Ал VIP пакетте мен сіздермен 1 реттік разбор жасап кездесетін боламын Zoom-да. Ал қалған уақытта сіздермен бірге куратор жұмыс жасайтын болады. Ал премиум пакетте мен жеке сіздермен өзім жұмыс жасайтын боламын. Екі сала болса, премиум пакетте екеуіне де разбор жасап берем, и сізге подходящий қайсы сала, соны анықтайтын боламыз. Потому что маған қазір бірінші потокта премиум пакетте қатысушылардың барлығы келіп жатқандар, ойында 3-4 сала бар да, и мен мысалы бүгіннің өзінде бір келіншекпен премиум пакетте жұмыс жасап, оған қайсы сала дұрыс келеді, соны анықтадық, соның даму стратегиясын құрдық. Пакет осылай, айырмашылығы осыда. Курсыма продажаны ашық деп жариялаймын. Мына жерде менің Каспий Голд номерім тұр. Төлемді жасап, өздеріңізге орында алып қойсаңыздар болады. Чекті міндет мына жерде төменде көрсетілген номерге жіберсеңіздер болады. Премиум пакетте жеке өтіледі. Премиум пакетте менімен жеке қамтитын боласыз. Жаңағы сіздерге айтып өткен барлық жаңағы модульдерді қамтитын боламыз. Барлығы жеке жұмыс жасалатын болады. Так, маған запрос келіп жатыр екен. Жаңағы сіздерге айтқан қонақтарым маған запрос жіберіп жатыр екен. Дана ханым, барсыз ба? Запрос жіберсеңіз. Оксана апай запрос жіберіпті. Сәлеметсіз бе, Дана ханым? Естіліп тұр ма? Сәлеметсіз бе, Дана ханым? Естіліп тұр ғой, Өзіңіздің инсталогия курсының бірінші поток қатысушысы Дана ханым, өзіңіздің курс жайлы пікіріңізбен, ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз, қандай осы уақытқа дейін сізде қандай А точкаңыз қандай болып, Б точкаңыз қандай болмақ? Өзіңіздің бар неңізбен бөлісіп кетсеңіз. Менде деген ешқандай сала болған жоқ. Және де Айта беріңіз. Естіліп тұрсыз ғой? Менде деген ешқандай сала болған жоқ. Мен осыған дейін немен айналысатынымды білген жоқпын. Нұрсұлу ханымның арқасында өзімнің саламды таңдап, өзімнің яғни универде оқыған мамандығымды онлайн жүргізуге болатынын білдім. Және де четкий план алдым Нұрсұлу ханымнан. Сол енді Б точкасына қарай жайлап қадам басып жаттым. Курс жайлы жалпы ұнап жатыр ма сізге курс? Өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Курс деген өте күшті өтіп жатыр, және де ондағы видео сабақтар деген прям четко жасалынған. Барлығын бізге Нұрсұлу ханым барлығын аттидо түсіндіріп жатыр. Артық анау жоқ, барлығы өте мағыналы сондай. Жақсы, маған ұнады. Мен көп курстарға қатыстым, бірақ деген осының ішінде Нұрсұлу ханымдікі маған қатты ұнады. Прям күндіз түні қозғалмай отырып қараймын соны. Және де өзімнің жоспарларымды құрып жатырмын. Өте тамаша, Дана ханым, сіз үшін өте қатты қуаныштымын. Бұл кісіде саласы болған жоқ. Қазір енді бұл кісімен біз разборда отырып, жаңа премиум пакетке жазылған бірінші потокта жұмыс жасадық. Қазір бастады жұмысын. Алла қаласа енді 100% нәтиже шығарасыз. Міне біз қазір Б точка екінші модульдеміз, қамтылып жатыр. Б точка жаңағы бәрін анықтап алды. Енді біз Instagram сторис сабағына келген кезде бұл кісі 100% өзінің табысына әрекет жасайтын болады, табысты тауып кететін болады. Рахмет, Дана ханым, сізге шынайы пікіріңіз үшін.
Қазір мында Оксана ханым да запрос жіберген екен. Оксана ханым, запрос жібере аласыз ба, Оксана апай? Оксана ханым бар ма екен? Аха, міне көріп жатсыздар ғой. Осы уақытқа дейін бұл кісі де қаншама курстарға қатысқан, маған келді. Сіздің курсыңызға қатысам нәтиже шығара аламын ба деген уайыммен келген болатын, сонда қорқынышпен. Саласы жоқ еді, салам жоқ, үйде декретте жаңа баламен отырмын деген болатын. Біз ол кісіге табалдық саласын, өзінің керемет жаңа неде психолог қой, жаңа өзін өзі тану пәнінен оқыған екен, өзін өзі тану пәнінің мұғалімі екен да. Сол саласы бойынша біз оған Қазақстан нарығында әлі жоқ саланы анықтадық. Оны мен қазір сіздерге айтқым келмейді, себебі ол кісі ертең алғашқы табысын тауып бастайды. Сол кезде мен сіздерге бөлісетін боламын ол кісінің табысыменен. Так, Оксана апайдың запросы өшіп қалды. Оксана апай мен, аха. Сәлеметсіз бе, Оксана апай? Саламатсыз ба, қалайсыздар? Жағдайың жақсы ма, Нұрсұлу? Жақсы. Сенің курсың бойынша деген еді. Жақсы, рахмет. Енді сенің ұйымдастырып отқан курсың маған ұнады. Өте барлық сабақтар айтып жатырмыз ғой, без воды, нақты, конкретно қандай шаг жасауымыз керек, соны көрсетіп отырсың. Кеше мысалы өзім үшін демалыс күні болған жоқ. Себебіден осы субботаны сабақтарға арнайын дедім да, и мынау 6-шы сабаққа шейін келіп қалдым, сол А точка деп жаздым, и Б точка қалай жетем деп. Енді А точка деген қазіргі сенің үйретіп жатқан сабақтарың. Мынау менің ізденіп білім алып жатқаным. Ал Б точка енді мен өзім мынау айтып отырмын ғой, мынау дәптерім, иә, міне қарап. Осы жартысына келіп қалды осы. Кәдімгідей сен сабақтарын конспект жазып, жазсаң бәрібір есте жақсы сақтайсың ғой, дұрыс па? И уже бұл өзіңнің бір схемаң болады, жоспарың болады. Біз мұғалімдер жоспарлап үйреніп қалғанбыз ғой барлығын. Сол сөйтіп жаңағыдай не жұмысымды масштабтадым. Сен масштабтау керек деп айтып жатсың ғой. Сол мен түсінгенімше масштабтау дегенім енді өзімнің мынау расширение границ, да, своей работы. Солай ма? Сонда масштабтау дегенде не қылдым? Енді менің марафоным бірінші қадам болады, солай ма? Мини-курс, консультация, и потом уже кәдімгі өзім салам бойынша курс. Солай ма? Бұл масштабтау деген сіздің салаңызда осылай келеді, әр салада әр түрлі ғой, әр саланың өзінің... Сол өзім салама сол жасағаным дұрыс па деп сұрап жатқаным ғой. Дұрыс, тағы сол қазір сол А точкада білім ізденудемін. Б точкада Құдай қаласа сенің біліміңді игеріп, Құдай қаласа нәтиже болады. Рахмет, Нұрсұлу. Сабақтарың өте керемет, жас болсаң да өте сауатты, сондай мощный преподсың. Біздің тілмен айтқанда молодец. Ризамын саған. Рахмет, Алла нұры жаусын. Алла разы болсын сізге. Пікіріңіз үшін, шынайы пікіріңіз үшін рахмет, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Аха, жақсы. Міне, сұрақтарыңыз болса, давайте қойыңыздар. Курсқа орын алып қойсаңыздар болады. Міне, Оксана апай, бізде жаңағы орыс мектепте қазақ тілінен беретін ұстаз. Ол кісінің воронкасы мүлдем басқаша құрылады, себебі ол кісі ұстазда, ал оған мысалы көпшілік өтіп жүрген марафон деген дүниелер сәйкес келмейді. Сол міне Б точкасын Аллаға шүкір анықтап алды, қазір жүріп бара жатыр. Жұмысында масштабтады. Бізге нәтижесімен маған күнде бөлісіп отыр. Бізде бұл кісі жаңа бірінші потокта премиум пакеттегі ұстазымыз. Жасы 50-ге жетсе де өзінің жаңағы қатарластары 50-ге жеттім, жасарым жасадым, асарым жасадым деп отырса, ол кісі күндіз түні талпынудан, бір жаңа дүниені үйренуден бір мықты болып жүрді. Қайтпайды артқа қарай, жеттім ғой, болды деп жатқан жоқ. Қайта осы уақытқа дейін, осы қаншама жыл, 25 жыл мектепте сабақ беріп жүрген болса, енді Қазақстан нарығына шығып, онлайн сабақ берсем деп ниет етіп жүр. Сондықтан мендегі қазіргі қатысып жатқан қатысушылардың нәтижелері осындай. Негізі 21 шақты адам қатысып жатыр бізде қазір бірінші потокта. Өте керемет алғашқылары нәтиже шығарып жатыр.
Осылай сіздердің назарларыңызға осы шәкіртімді шақыруды, олардың курс жайлы пікіріме бөліскенді жөн көрдім. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, сұрақ жоқ болса, эфирді аяқтаймыз. Менің инсталогия курсымның екінші потогына продажаны ашық деп жариялайтын боламын. Рахмет сіздерге көп-көп. Пакеттердің бағасы қанша дейді? Екі түрлі пакет жеңілдікпен осындай бағада. VIP пакет бізде 24.990 теңге, 49 жаңа премиум пакет 49.990 теңге. Бұл жерлерді эксперт болуды үйретесіз ба? Иә, әрине. Бұл жердегі жаңағы біздегі сіз өзіңіздің салаңызда қандай экспертсіз, иә? То есть сізде қандай сала бар, соны масштабтауды .Б-ны анықтаған кезде, нақты структураңызды, нақты воронкаңызды құрған кезде, сіз уже түсінесіз қалай эксперт болу керектігін. Сізде қандай сала бойынша эксперттілікті анықтауға болады. Я қазір сіз брондап қойсаңыз болады, бізде сабақ 15 күні басталады, 15 наурыз күні толық сумманы төлеп қатыссаңыз болады. Тағы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жоқ, премиум пакет бізде бұл жеңілдікпен жазылып тұр. Келесі 3-ші потокта бұл өседі. Мынау 75 мың емес, премиум пакет 99.990 теңгеге өсетін болады. Себебі көріп жатсыздар, премиум пакетте қатысқандардың өзі нәтижелері керемет, алғашқыларының табыстарын 3 есеге дейін өсіріп жатыр. Ол 3 есеге өскен табыс одан ары қарай да өседі. Себебі біз 3 есеге дейінгі масштабтау, ол кісінің деңгейінде адам әркез табысын 3 есеге өсіріп отыра алады. Мысалға, ол кісі айтып жатыр ғой, жаңа бірінші Гүлмирам ханым, табысымды 3 есеге дейін өсірдім деп. Яғни ол кісі өсір алды, 430-400 мың теңгеге дейін өсірді. Енді ол кісі тағы 3 есеге өсіруге ол кісіде мүмкіндік бар. Біз оны құрған болатынбыз масштабтау деңгейінде. Б-сы мысалға ол кісінің стабилін әр ай сайын 1 миллион теңге тауып отырсам деді, 1 миллион теңгеден кем емес, иә. Ал соған қалай жетеді? Ол кісі уже келесі айда жетейін деп тұр. Ол кезде жаңа отзывпен бөлісетін болады, Алла қаласа. Сондықтан бұл жердегі табысты сіздер 2 еселеп, 3 еселеп, тіпті 10 еселеп ақтап аласыздар. Бұны мен арнайы жеңілдікпен бағаны осылай қойып отырмын. 3-ші поток бізде көресіздер, өздеріңіз баға 2 есеге өсетін болады. Себебі ол кезде сәйкесінше нәтижелердің барлығы өседі. Әрбір бірінші поток, мына 2-ші потокта қатысатқандардың барлығы табыстарын бір емес, жаңағы 10 есеге дейін, 3 есеге дейін. Бастапқыда мен 3 есеге, әркез табысты 3 есе көтеріп отыруды кеңес беремін. Оның да жаңағы схемасын түсіндіретін боламын. Премиум пакетте консультация бізде 2 рет өтілетін болады. Уже 2 реттен сізде сұрақ қалмайды. Тіпті біріншінің өзінде сізде толық түсінік қалыптасады, толық сіз түсінетін боласыз. Курс қандай, жалпы өзіңіздің салаңыз бойынша ешқандай сұрақ қалмайтындай сізде түсінік қалыптасатын болады. Ал екіншісінде четко тапсырмалар беріледі, и курстағы ақпараттармен қоса сіз барлығын жасай алатын боласыз. Сіздің түсінігіңізге байланысты уақыт созылатын болады. Мысалға, бүгін біз разбор өттік, жаңа премиум пакеттегі разборда 1,5 сағат отырдық. Ал обычно, мысалы, кейбіреулермен 1 сағат, кейбіреулермен 2 сағат. Сізде түсінік қалай қалыптасады, солай өткізілетін болады. Арай ханым брондап қойды. Қай пакетке брондады екен? Чекті жіберіп, маған WhatsApp-қа жазып қойсаңыз, иә? Қазір сіздер брондап қоя аласыздар. 15 күні курсымыз басталады. Төлемді қазір жасасаңыздар, если премиум пакетке қатысамын деп төлемді толық жасап қойсаңыздар, біз сіздермен разборды өткізуіміз керек болады. 15 күнге дейін сіздерде мен толықтай түсінікті қалыптастыруым керек. Егер сізде сала жоқ болса, премиум пакетке жазылып отырсыз, біз сіздің толықтай салаңызда разбор жасайтын боламыз. Жақсы, сұрақтар жоқ болса, мен эфирді аяқтайтын боламын. Баршаңызға эфирге кіріп, қосылып отырғандарыңызға барлығы үшін үлкен алғысымды білдіремін. Сау, сәлеметте болыңыздар. Курс жасауға премиум пакетте көмектесетін боламын.
Жақсы, сұрақтарыңыз болса, дайректте немесе WhatsApp'та қойсаңыздар, нақты қатысатындар. Жақсы, сау бол.